Құрметті жиналған қауым, бүгін алдағы үлкен біздің мерекеміз Абай күні келе жатыр. Соның атап өту шегінде аясында біз өзіміз осы Абайдың қара сөзінен оқу бойынша челлендж бастасақ деген осы академиямен бірге ойымыз болған. Соны Ақерке ханыммен бірге ақылдасып, сөйлесіп, ол кісі бізге айтқан, мен екі группа оқып жатыр, екі группаны алып келеміз деп. Содан кейін айттымда, ондай адамдарды алып келіп керек емес, былай жасайды, сіз жарнама беріңіз, келген адамдар келсін, келмегендер қажет емес деп. Өйткені бұл жерде енді міндетті сабақ емес, міндетті мен лауазымды тұлға ретінде келіп өзінің жұмысымды айтып жатқан жоқпын. Бұл жеке мерекеге қатысты бір шараны бөлікші өткізуге талпынған енді ойымыз болған. Содан кейін сол Ақерке ханым өзінде ақпаратты берді. Сөйтіп кеше күнде жаңа айтқандай, кеше 3 адам тіркелді деді. Содан кейін бары қарайдағы әлеуметтік желілерге тараттық. Енді білмеймін, қазір сіздер шын келіп отырсыздар ма, әлде сіздерді алып келіп отыр ма енді. Бәрібір қалай болса да бір сіздерге де өзіме де бір пайдалы бір кездесу болады деп ойлаймын. Және біз бұны бір реттік шара емес, челлендж ретінде жасасақ деген ұсыныс жасадық. Және мен бүгін бірінші осы Абайдың қара сөзі бойынша дәріс беруші ретінде алдыларыңызға шығып отырмын. Келесі челленджді біз осы өздеріңіз барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Қырмызы Сапарқызына мен ұсынғанмын кеше. Әлеуметтік желіде бүгін таңертең көрдім, ол кісі қабылдадым деп жазыпты. Өкінішке орай өзім бола алмаймын деді. Бірақ та енді сөйтіп бір-бірімізге қазір Қырмызы Сапарқызына облыстық мәслихат депутаты, қоғамдық мирас қоғамдық қорының басшысы және қоғам белсендісі ретінде сол кісіге ұсындық. Ол кісі қабыл алды. Енді Құдай қаласа келесі аптаның дәрісі сол кісіден күтеміз. Қатысуға тырысамыз еді. Абайдың айтып кеткен құндылықтарын барлықтарыңыз білесіздер. Ол кісінің айтқан сөздері бізге қалдырған мұрасы уақытты ескермей, және ол қай уақытта да маңызды болып табылады. Және бүгінгі осы кездесуімізде осының дәлелі ретінде сол кездегі айтылған Абайдың 15-ші қара сөзі қазіргі өмірімізге қалай бір-біріне сәйкес келіп жатыр, сол бойынша айтсам деген ойым бар. Әрине бұны мен өзім жалғыз жасаған жоқпын. Бізде облыс әкімдігіндегі өзіміздің әріптестерімізбен бірге ақпараттардың барлығын қарап, жинап, жасап келіп отырмыз. Енді 15-ші қара сөзді айтумен бастасақ, қайтадан естеріңізге салып өтсек, және содан кейін ары қарай сол қара сөзді талдау бойынша жүрсек деп ұсыныс. 15-ші қара сөз. Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше белгілі бір фартын көрдім. Әуелі пенде адам болып жаратылған соң дүниеде қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін іздеген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сондай есті адам орынды іске қызығады екен дағы, құмарланып іздейді екен. Күнінде айтса құлақ, ойланса көңіл сүзіндей болады екен. Оған ол өткен өмірдің өкініші де жоқ болады екен. Есер кісі орнын таппай, не болса сол бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты, қымбатты шағын итқорлықпен өткізіп алады екен дағы, күнінде өкінген пайда болмайды екен. Жастықта бұл қызықтан соң және бір қызық тауып алатын кісімсіп, жастығы тозбастай, буыны босамастай көріп жүріп, бірер қызықты қуғанда, мойны қатып, буыны құрып, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай қалады екен. Үшінші, бір нәрсеге қызықпақты. Ол кісі, ол өзі бойға құмарлық пайда қылатын нәрсе екен. Әрбір құмарлық өзінен бір дерек болады екен.
әртүрлі құмар болған нәрсеге жеткенде, яки әне міне жетер жетпес болып жүрген кезде біртүрлі мастық пайда болады екен. Әрбір мастық бойдан оғатты көп шығарып, ақылдың көзін байлап, төңіректегі қараушылардың көзін ашып, ананы, мынаны дегізіп, бойды сынай тартқан нәрсе екен. Сол уақытта есті кісілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді екен. Егер есер кісілер ер тоқымын тастап, бөркі түсіп қалып, етегі атының құманын жауып, екі көз аспанда жынды кісіше шаба беруді біледі екен. Соны көрдім. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бері өмірді қалай өткіздің екен, не білімге, не ақиретке, не дүниеге жарамды. Күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің. Жоқ, болмаса не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың. Менің ойымша, осы 15-ші қара сөзді біз талдаған кезде үш бөлікке қарау керек деп ойлаймын. Ол біріншісі ақылды адамның белгісі, екінші есер кісінің сипаттамасы, және үшінші есті кісі болудың жолы. Жаңағы Абайдың айтып өткендей, ақылды адамға келер болса, ол орын іске қызығып, өнегелі істермен бірге өшпестей із қалдырған, өмірін мәнді қылып өткізген адамды айтып отыр. Ондай адамдар біздің өмірімізде өте көп, алдыда үлгі аларлық. Солардың бірін алатын болсақ, өзіміздің жерлесіміз Абайдың замандасы Ыбырай Алтынсарин атамыз айтуға болады. 48 жыл өмір сүрген, өмір бойын осы білім саласын арнаған, және осы өмір бойында 16 мектептің ашылуына мұрындық болған, себептер болған. Өздеріңіз барлықтан енді оны мен түсіндіріп жатпайын. Қалай мектепті ашқанын, оны қалай Әулиекөлден Торғайға Қарағайды тасыған, жылу жинаған барлықтарын өздеріңіз білесіздер. Алғашқы мектеп ашу үшін ол өркен қайта ашқанын білесіздер. Яғни сол бір ғана адамның жасаған еңбегінің нәтижесінде сол мектептерден қаншама біздің жұлдыздарымыз түлеп шықты деп айтса болады. Яғни қаншама қазақтың жас балаларының ары қарай үлкен өмір жолында өмірін мәнді, сәнді, пайдалы өткізуге әсер етті деп айтса болады. Оны барлықтарыңыз білесіздер. Қазіргі Торғайдағы музейі болып тұрған 160 жыл болып жатыр биыл мектебіне. Қостанай қаласындағы кеңес үкіметі кезінде жалғыз қазақ мектебі болып тұрған өзі ашқан мектеп барлығы қазір көз алдыларыңызда. Яғни осы Ыбырай атамыз және ол кісіден мектебінен білім алған, түлеп шыққан қаншама біздің ұлт мақтаныштары артында қаншама мол мұра қалдырып кетті, және ол мұраның барлығын біз қазір өзіміздің өмірімізде қолданып пайдаланып жатырмыз. Енді екінші адамның сипаты ол есер кісі. Абай атамыздың айтып отырған есер кісі. Есер кісіге келетін болсақ, есер кісі олар өмірлерінің барлығын Абайдың кезінде де есерлікпен өткізген. Яғни әр кездің өзінің уақытты бос өткізетін бір еріктері болған. Ерігетін заттар, мысалы кезіндегі бос әңгіме дүкен, табақ ет жеп, қымыз шұбат ішіп, босқа уақытын өткізудің уақыттар болған. Яғни сол Абай заманында да ондай қаншама біздің байларымыз, мүмкіндігі бар адамдар өздерінің балаларын оқытпай, басқаша тек қана мал тауып үйреткен жағдайлар көп. Ал қазіргі кезге келетін болса, яғни сол Абайдың есер кісіні ескертіп отырғаны қазірде өкінішке орай белең алған нәрсе деп айтса болады. Өйткені қазіргі заманның технологияның дамуына байланысты
Бізде Абай атамыз айтқандай, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап бостап күлуге деп ескерткен. Бірақ қазіргі кезде біздегі біздің жауларымыз әлеуметтік желі, интернет, көгілдір экран, осының барлығы біздің қазіргі заманауи дамыған технология, бірақ біздің былайша айтқанда біздің жауымызға айналып отыр. Өкінішке орай. Мысал айтатын болсақ, әркім әлеуметтік желіде 3-4 әлеуметтік желісі бар. Өз күнінде бір әлеуметтік желіні күнінде бір рет қарағанның өзінде бір сағат кетті десек, сонда қаншама уақытымыз кетеді. Тіпті бізде қазіргі мысалға өздеріңіз естеріңе алып көріңіздер, телевидениенің өзі танымдық теледидарлар, танымдық бағдарламалар бізде өкінішке орай аз. Оның орнына біздің ең көп көрілетін бәр жерде қосылып тұратын біздің той-думан, өлеңге, ойын күлкіге арналған жеке-жеке каналдарымыз бар. Мысалы, Гәкку, Музлай, Тамаша дегенде каналымыз бар. Яғни ойын күлкі, арзан күлкінің барлығы бізде қазір ол маңызды сұранысқа қажет заттар болып табылады. Біз осы сайт бар. Біздің қарайтын журналистер біледі. Сол жерде ең көп көрілген біздің осы апта сайынғы көруге болады, ай сайынғы көруге болады. Біз соны ең соңғы бағдарламалар көрдік. Бір апта ішінде бізде Қазақстанның халқы нені көп көргенін. Яғни топ 10 бағдарламаға 5 сериал, 1 ток-шоу, 2 жаңалық және 2 дзюдоның олимпиадасын көрген екенбіз өткен аптада. Ондай егер оның алдыңғы апталарда апта сайын қарап көрдік. 2 жаңа бұл қазір ғана 2 дзюдо олимпиада болғанымен, оның орны кейін не ток-шоу, не сериал ауыстырады екен. Яғни біздің жалпы Қазақстандағы адамдардың ең көп көретіндері осы топ 10-ды қарасақ, барлығы дерлік сериал деп айтса болады. Бізде барлығы бір сериал, бір адам 4-5 сериал көреді. Қазір апталар көрсек, орны сұрайтын болып, неше сериал көресіздер. Уақыттарын бәрін каналlarda реттеп қойған, біріне бітсе, екіншісі басталатын. Бұның барлығы неге алып келеді? Бұның барлығы біздің бұның барлығы енді есерткісінің сипаттамасы болғаннан кейін, біз енді біздің антирейтингтарды қарасақ өзіміздің Қазақстан бойынша. Біз ішімдік ішуден 10 елдің қатарына кіреді екенбіз, ең көп ішетін. Өткенде ғана Қостанай таңында шықты, Қазақстан бойынша жалпы ішімдік ішуден Қостанай бірінші орында деген мақала. Яғни басқа өңірлердің барлығынан біз енді жалпы Қазақстан асып кетсе де, оның ішінде біз Қостанай барлығынан озып кеткенбіз. Алға шыққанбыз деген енді материал, сондай мақала шықты. Ажырасу жағынан да бізде өте көп, суицид жағынан да біз әлемдегі 3 мемлекеттің біріне кіреміз. Артық салмақ бойынша біз әрбір 5-ші бала да, әрбір 5-ші үлкен адам да артық салмақ бойынша бізде өкінішке орай сондай тіркеуде тұр. Яғни тамағы тоқтып, жұмысы жоқтып, аздырар адам баласын дейді. Яғни біз осының барлығы сипаттары өкінішке орай бізде көп. Енді бізге не істеу керек дейміз? Осылардың барлығы енді бізде қаншама ақпараттар ол адамдарды көңілге түсіру үшін ары қарай статистиканы жалғастыра беру керек. Анадан, мынадан деген сияқты. Біз енді барлығы осы адамдардың арасындағы қазіргі көп мән беріле бермейтін, бізге қатысы жоқ сияқты, бірақ жалпы осындай бізде өкінішке орай статистикаларымыз бар. Енді Абай осыдан құтылудың жолын, яғни 3-ші адамды, ол есті адамды айтып отыр. Есті адам өзіне өзі есеп беретін адам деп отыр. Яғни аптасына бір, айына бір, өзіңнің күніне бір есеп беріп отырсаң, сенің өмірің бәрібір сен өзіңді көз алдынан өткізесің. Ол адамның бәрібір өзінің алдында ол
мәні болады, өмірінің мәнсіз өмір сүрмеуі мүмкін емес деп айтады. Және қазір өздеріңіздер байқайсыздар ма, бұрын әлемде жалпы Европада ма, үлкенде бір неге оқыған кезде мотивация бойынша кітаптар бұрын мүлдем сұраныста болмаған, осы 20-30 жыл бұрын. Қазір әлемдегі ең көп шығатын кітаптардың қатарында классикалық кітаптар емес, өкінішке орай осы мотивациялық кітаптар. Яғни танымал коучтардың, танымал тренерлердің барлықтарының жазып жатқандары осы мотивациялық кітаптар. Сонда егер де біз тек қана осы 15-ші қара сөздер қарайтын болсақ, Абай осыдан 130 жыл бұрын осы қазіргі барлығы тарқатып айтып жатқан тренерлердің сөздерін сол кезде айтып беріп кеткен бір ауыз сөзбен, яғни өзін есеп ал дегенмен. Одан кейінгі тағы бір маңызды, осы қара сөздегі маңызды сөзі Абай айтады. Есеп берген кезде өзіңе өміріңді қалай өткізгенін есепті қара дейді. Яғни білімге, не ақиретке, не дүниеге жарамды күнінде өзің өткізбесте толықпен өткізіпсің бе деген сұрақ қой өзіңе деп айтып жатыр. Яғни білім, ақирет, дүние. Өздеріңіз білесіздер, Абай дінді өте жақсы білген, ол жаңағы осы сөздерді таңдап жазған кезде де орынның ретімен жазған деп айтуға болады. Яғни ең бірінші адамға білім керек, одан кейін жаңағы ақиретті өмір, оны тағы бір талдап өтеміз, ал одан ең соңында дүние тұру керек. Өкінішке орай егер біз пирамидаға салатын болсақ, қазіргі адамдардың негізгі қажеттіліктері ол физиологиялық қажеттер, яғни ішсем, жесем, жүрсем, ұйықтасам, сондай бар. Одан кейін қымбат көлік мінсем, жақсы үйде тұрсам, ойын сауық жасасам деген сияқты. Ең соңында әйтеуір уақыт қалса біліммен айналыссам деген сияқты бізде бар. Енді пирамида егер ауысып кеткен болса, қазір енді бұның барлығы бізге қажеттілік қой. Біз осының барлығын қажеттілікті өзіміз табу керекпіз. Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін біз ақша табуға тырысамыз. Анау тағы да бір сөз бар ғой, ақша табу үшін не істесең де барлығы жарасады дегендей. Яғни біз адамдарды алдаймыз, арбаймыз, мүмкіндік болса жымқырамыз, әйтеуір ақша тапсақ болды. Одан кейін оның барлығын біз білімге емес, оның барлығын біз осы қажеттілігімізді жасасақ, ертең жылтырақ елдің алдында әдемі болып жүрсек, біз соған табамыз. Ал бірақ өздеріңіз барлығыңыз білесіздер ғой, жеңіл жолмен табылған ақша, оңай келген ақша ертең сол жаққа қарай кетеді. Яғни сол ойнау, қыдыру немесе бір қымбат заттар алу жағына қарай кетеді. Осы жерде біздің керісінше қажеттілігіміз неге алып келді, сол білесіздер ме? Әлемдегі ең бай адам қазір кім? Кім айта алады? Әлемдегі ең бай 200 миллиардтан, Илон Маск тағы кім? Қандай варианттар бар? Билл Гейтс тағы? Әлемдегі ең бай адам Арно Бернард. Ең бай қазіргі бірінші тұрған адам Арно Бернард. Ол Луи Виттонның басшысы, учредитель. Әлемде 70-ке жуық елде дүкені бар екен ол кісінің. Өздеріңіз білесіздер, Луи Виттонда тек қана Луи Виттон емес па, ол жерде көп Диор бар, басқа бар, Кензо, бүкіл қымбат сағаттар, қымбат сөмкелер, қымбат киімдер барлығы сол кісіде. Жаңа айтыласыздар, Билл Гейтс, Илон Маск деп, олар технологияны дамытқанның өзінде де, жаңағы жүргеннің өзінде де бәрібір Арно Бернардға, көбінде Арно Бернард бірінші шығады. Өйткені ол тек қана киім сатумен айналысады, тек қана қымбат заттар сатумен айналысады, әшекей басқамен. Сонда басқа бизнес жоқ ол кісілердің. Ал оны біз жасап отырған оның барлығы
кім? Оны осы тұрғындар, халық соның қымбат заттарын алуға тырысады, сол үшін жұмыс жасайды, сол үшін бүкіл өмірін сарп етеді, сөйтеді да ол кісіні ең бай әлемдегі адам болып шығарады. Қазіргі ең бай адамымыз сол. Одан кейін әрине үштікке осы Илон Маск кіреді, одан кейін Джефф Безос кіреді. Джефф Безосты білесіздер, оныкі де бизнестің негізгі бөлігі Amazon алып сатудың жаңағы платформасын құрған адам. Яғни ол жерде де сауда саттық, осымен басты табыстарының көзі. Яғни осы әлемде тұрып жатқан барлық адамдар біз негізі осы Арно Бернар, Джефф Безос сияқты адамдарға жұмыс жасайды деген қорытындыға келуге болады. Және ол осының барлығын көрсету, осыған жұмыс жасау біздің ертең жаңағы бағана айтып отқандай жылтыраққа қызығу, оны дүниеге қызығу, оның артында депрессияға келу, одан кейін өзінің өмірінің мәнін құрту, сонымен аяғында ішімдікке түсу, суицид жасау деген сияқтылар басқаға келуі әбден мүмкін. Яғни біз көліктің ең соңғы маркасы үшін жүреміз, немесе киімнің соңғы шыққанын алуға тырысамыз. Енді бұл жерде бір түсіне кететін жай, жаңағы мен ол үшін ондайларды алуға болмайды, немесе кедейлікпен өмір сүру керек дегенді айтып тұрған жоқпын. Бұл жерде дұрыс түсіну керек. Бұл жерде бізде айтайын деп тұрғаны, сыртқы көзге қараған кезде, оның одан да ішкі құндылыққа қарай біз көп мән беру керекпіз. Бұл жерде мысалы ақшаны осындайларға құртқанша, ақшаны өзінің жеке жан дүниесінің байуына, өзінің жаңағы баласының жақсы білім алуына, туған туыстарына көмектесуге деген сияқты болу керек. Барлықтарыңыздың енді балалары барлар бар, жаңағы балалар мектепте оқып жатқан, немесе университет оқып жатқан бар. Өкінішке орай бізде қазір оқуға іздеген кезде біз қандай критериймен қараймыз бірінші кезекте. Егер де тегін болса, әрине тегін мектеп болса, біз жақсы мектепке іздейміз. Ал ақылы мектеп болса, ақылы университет болатын болса, біз өкінішке орай арзан іздейміз. Қай жерде жақсы білім береді, қайсы университеттің білімі жақсы екен, сол жаққа апарайын деген емес. Бізде қай жерде арзандау екен, қайсысында қай жерге төлеуге болады дегендей қараймыз. Яғни жалпы біз инвестицияны өзімізге салу керекпіз деген ой қорытынды жасауға болады. Әр уақытта да бай меценаттар болған, қазақта да болған. Енді өзіміздің сала болғаннан кейін білім саласындағы бай меценаттарды жаңа тарихын қарап, ізденіп көрдік. Сол кезде біздің тарихымызда өткен осы бай меценаттар туралы айтып өтсек. Яғни Ыбырай Алтынсарин жаңағы осы білім саласына қанша күшін жұмсады, ондай тек Ыбырай жалғыз болмаған, әр өңірдің өзінің сол білімге жақсы мән беретін байлары, меценаттары болған. Соның біріншісі, мысалы, жаңағы мен өзім қарап шыққандағы білетін шығарсыздар, Байқоп Қосшығұлұлы, Баймұхамед Қосшығұлы деген кісі болған. Яғни бай жаңағы меценат болғаннан кейін оны Байқоп деп атап кеткен. Ол кісінің ерекшелігі неде? Байқоп Қосшығұлының 1900 жылдары ол мектеп салған өзі, кітап дүкенін ашқан, және өзі жаңағы ән байқауын өткізіп тұратын болған өздерінде Ақмола облысында. Соны граммофонға жазып алып, алғашқы жазған, мысалы жаздырған адамның бірі. Одан кейін оның бір баласы, мысалы машинаны Мәскеуде, Санкт-Петербургте оқып жүріп, машинаның курсын бітіріп, ең бірінші машина шығып жатқан кезде 1900 жылы Қазақстанға бірінші машина алып келген кісі сол екен, баласы. Содан кейін ол баласы жаңағы машинаны қазіргі дилерлер сияқты сырттан машина әкелумен айналысқан. Одан кейін ол Германиядағы машина заводтарымен тікелей келіссөз жүргізіп, 1913 жылдары машина заводын Ақмолада салуды бастаған екен. Яғни сол жерге Германияда сол тарихи жазбаларда бар, келіп машина заводын көріп, қай жерге салатынын, соның құрылысын бастаған. Өкінішке орай кейін жаңағы заман басқаша болып ауысып кетіп, аяғында біздің сол сияқты байларымыз жоқ болып, сонымен завод соңына дейін жетпей қалған екен. Яғни бұл кісілер өздерінің тек қана бай болып, өзінің балаларын оқытқан, тек қана балаларын оқытпай өзінің
жерлестерін оқытқан, мұғалімдерді Ташкенттен алып келген деген ақпарат бар. Яғни мұғалімдерге өзі ақысын төлеп отырған, шәкірт ақысын төлеп отырған, барлық жағдайларын жасаған. Ол ғимарат кезіндегі ашқан мектебі, қазір Халық банктың ғимараты, Астанада әлемде деген ол ғимарат бар. Келесі мектепті алатын болсақ, онда білетін шығарсыздар, Мамания деген мектеп бар, Жетісуда. Ильяс Жансүгіровтер сол мектептен шыққан екен, сол жерде оқыған. Ол кісінің ерекшелігі, ол да барлық жағдайлар мұғалімдердің жасаған, мектепті ашып ұстап отырған, және мысалға қазақтың жазушыларының арасында қомақты қаржы бөліп, яғни кеңес үкіметі құрылмай тұрып, қаржы бөліп, қазақтың әйелінің тағдырына қатысты романдар жазуға конкурс жариялаған екен. Сол жерде мысалы Сұлтанмахмұт Торайғыровтың Қамар сұлу романы сол конкурсқа қатысу үшін жазылған екен кезінде. Сөйтіп басты жүлдені жеңіп алған. Яғни бұл кісілер білімнің маңыздылығын және білімге ақшаны қалай бөлу керек екендігін түсінген, өздерінің мыңғырған малдарымен ғана жатпаған, яғни осы білім, болашақ дегенге барлығына берген. Майкл Байковтың мысалы кондитерлік фабрикасы болған, өздері тәттілерді шығарған үлкен фабрикалар болған, яғни заманауи дамуды жолға алған, бірақ екінші жағы осы білімге деген ақшаны, қаражатты бөлуді маңызын түсінген адамдар бар. Содан кейін мен енді қазіргі кездегі адамдар туралы ақпаратты өзімнің өткенде Сара Айтенна Матайбаева деген кісімен осы білесіздер ма, мен таныстым. Сол кісімен Қостанайға іскер әйелдер форумына келген кезде, бірақ мен ол кісі туралы осыдан 3-4 жыл бұрын бір газеттен мақала оқыған. Осындай Ақмолада бұл кісі негізі мұғалім, экономист мұғалім болған, қазір сабақ берген. Интервьюінде оқыған кезде сіздерге танымасаңыздар айтайын, қазіргі кезде меценат ретінде енді өзім көріп отырмын. Мектептен кетіп, университеттен кетіп, кәсіпкерлігін ашып, жиһаз мебелін жасайтын кәсіпкерлікті ашқанда Алматыда жұмыс жасаған, кейін Астана көшкен кезде Астананың қасынан жер сұрап алған, Қосшыдан. Сөйтіп, кейін әкіммен сол мақаланы оқығаннан кейін Ақмола облысының әкімшілігінен де сұрадым, телефон соғып. Осы мақалада жазғандары рас па деп едім, иә, рас осылай болған деп айтты әкімшілік. Ол кісіге мені цех салуға жер берген екен. Өзі Қосшыға барып цех салып жүрген кезде көрген бала жетіспейді, мектеп жетіспейді, бала көп, және бірақ мектеп бар Қосшыда. Сөйтіп, одан кейін өзі ол кісі ұсыныспен барған, айтқан, егер мен мектеп салсам боламын осы жерге депті. Сөйтіп рұқсат берген. Ол кісі сол жаңағы қазір 700-ге жуық бала, 650 бала сондай оқып жатыр. Сол мектепті өз қаражатына салған. Содан кейін оның қасынан ол мектепте мен өзімде болдым, сосын білім басқармасынан өткенде Абылай Наурызбайұлы барып келді сол мектепке. Сол мектепті көрген кезде осы жолы мен бір сапарға барғанда барып көрдім. Ерекше мектеп болып салған. Былай қарасаңыз сырты бәрі бірдей, бірақ та олардың негізгі бағыттары ұлттық тәрбие, ұлттық құндылық және бизнес, балалардың арасында бизнес қабілеттерін дамыту. Өздерінің жазған кітаптары бар, дара бизнес деген кітаптары бар, балалардың арасында грант өткізіп тұрады, соларға үлкен кәсіпкерлерді лекцияға шақырып тұрады, бүкіл балалары соны не қылады. Одан кейін мысалы ерекшелігі тағы қазақ тілі мен әдебиеті кабинеттер кәдімгі киіз үй болып оформлен етілген, іші рәсімделген. Жаз уақытында, күз уақытында сабақтың барлығы, қазақ тілі әдебиет сабағы киіз үйдің ішінде өтеді. Яғни ерсінің алдына киіз үй болып қалған, бүкіл сабақ сонда өтеді. Балалардың ең қызығатын сабағы қазақ тілі мен әдебиетті, өйткені біз ол жерде арасында жаңағы қымыз береміз, бауырсақ береміз, пісіртеміз, сол жерде сондай жаңағы ойындар жасаймыз. Және ішінде сабақ міндетті балаларға, домбыра оқу міндетті балаларға, және былай қарасаңыздар, мемлекеттің бөлген қаржысымен потушевый финансирование сол жеткілікті дейді, бірақ үстінен өз ақшаларына қосып мұғалімдерге 2 жатақхана салған, жатақхана болып кәдімгі 2 пәтер салған, соның қасынан бүкіл мұғалімдері жаңағы енді биылдан бастап жер алып, кәдімгі жеке үй салып жатырмыз мұғалімдерге арнап, ары қарай бастап жатыр. Яғни ол кісімен мен сөйлескен кезде ол кісі айтады, мемлекеттің ақшасымен оны сол жаңағы сол несін
мақалада оқығандайын айтты, иә солай жасадым, бірақ та менің бұл жерден пайда табайын деген бизнесім емес. Өзім мұғалім болғаннан кейін осы мұғалімдерге жағдай жасасам, жақсылап оқытсам, одан кейін шетелге жіберіп стажировка өткізіп тұрамын, тәлімді неден өткіземін деп жақсы жастарды алуға тырысамын. Және негізі қазақ мектебі болып ашқан 2019-да 4 жыл бойы қазақ мектебі болған, бірақ былтырдан бастап орысша ашуға тура келді. Өйткені адамдардың барлығы неге орыс класстар жоқ, орыс класс ашыңыздар дегенге несі 1-2 класс аштым деді. Жалпы ақылысы сол мемлекеттің бергені тек қосымша үшін. Мен енді нақтылап сұрап алдым, өйткені сіздердің алаңызда тағы да өтірік болмас үшін 20 мың теңгедей ай сайын төлейді. Ол тек қана қосымша сабақтары, балалар кешке дейін жүру үшін тамағы бар, басқасы бар дейді. Былай қарасаңыз, 200-250 мың теңге ата-ана төлейді. Бірақ бүкіл жағдайларын сол жасап жатқан кәсібінен бөліп, бүкіл осы мектепке жіберіп, өзінің жасап жатқан жайы бар. Енді мен де сөйлестім, сұрадым, әкімшіліктен де сұрадым, өзімен де сөйлестім. Өте жақсы осы салада жасап жатқан. Басқа да мектептер бар шығар, мысалы үлкен қалаларда, Астанада, Алматыда, бірақ бұл кісінің ерекшелігі бұл ауылда ашып, өзі көріп, берілген жердің мақсатын өзгертіп, цехтың орнынан мектеп болып жүрген адам екен. Әрине, бұндайлар сіздерде ойлауларыңыз мүмкін, немесе басқа адамды ойлауы мүмкін. Әрине, бұл кісілер сияқты мен көп ақшам болса, шіріген бай болсам, мен де солай жасайтын едім деп. Бірақ өздеріңіз білесіздер ғой, жақсылық жасау үшін адам кішкентайынан бастап үйрену керек. Яғни ондай үлкен ірі істерге келу үшін адам бірінші шамалы істерден бастап өзінің қолынан келетін істерден бастау керек. Яғни кішкентай ғана жақсылық болсын, бар ғой бізде айтатын, көршіме күлімдеп қарағанның өзі жақсылық деп. Сондайлардың өзінен біз бастау керекпіз. Яғни сондай кішкентай қадамдар жасап үйренген адам ертең үлкен қадамдарға ойланбай-ақ бара алатындығына сенімдімін. Қазіргі бір мысалды айтып өтейік. Бізде Таза Қазақстан бағдарламасы болып жатыр. Мысалы, бізде Әулиекөлде орман өртенді. Оның орнына қаншама бюджеттен бөлініп, орманды қайтадан қалпына келтіру керек, сондай жұмыстар жасалып жатыр. Немесе қазір бәр жерде өздеріңізге қатысқан шығарсыздар, ағаш отырғызу болып жатыр. Жалпы Қазақстанның жері 9-шы орында тұр. Бізде 6 миллион гектар жер бар, орман бар Қазақстанда. Жалпы 12 деп есептеледі, бірақ жартысы ол анау құмда өсетін сексеуілді қосқанда есептеледі. Ал онсыз тек қана 6 миллион бар. Енді бізге пара-пар 6 миллион гектар орманы бар ел, ол Оңтүстік Корея. Әлемде 107-ші орында тұр. Біздің егерде жеріміздің 5% орман болса, жаңағы сексеуілді қосқанның өзінде, Кореяның жерінің 63% орман. Ол бойынша да тағы бір қызық ақпаратты қарап, кейін іздеп қарап шықтым. Ол жердегі бір ерекшелігі, жаңағы кезінде, Ұлы Отан соғыс кезінде бүкіл ормандар өрттеніп кеткен екен, Оңтүстік Кореяның. Содан кейін мемлекет бағдарлама қабылдап, жаңағы әр отбасы бір ағаш отырғызу жылына деген бағдарлама қабылдаған екен. Сөйтіп, президентінен бастап жыл сайын бір ағаштан отырғызып бастаған екен. Енді ол бағдарламаның тоқтағанына қаншама жылдан бері өтіп кеткен, өйткені бұл орман отырғызатын жер жоқ. Бірақ халық үйреніп алған сондай, әр күнге дейін қиын тау тасқа шығып барып ағаш отырғызып келеді екен қазір бізде. Сонда олардың 90% ормандары қолдан өскен ормандар. Яғни адамдар өздері барып отырғызып орманды көбейткен. Енді ол әрине бір естілуі мүмкін, бұл енді шетел, алыс шетел, ол жақтың табиғаты басқаша шығар деп. Бірақ өздеріңіз де білесіздер ғой, бізде Астананың қасында ағаш отырғызу жұмысы қолға алынды мемлекет тарапынан. Қазір ол жер ну орман болып тұр. Яғни өмір бойы біздің тарихымызда белгілі Сарыарқаның төсінде де орманға айналдыруға болады. Сондай деген кезде жаңағы құнарлы біздің Қостанай облысын неге ондай орманға айналдырмасқа. Яғни бізде қазір көп жерлерде сұраймыз ғой, жаңағы неге ағаш жоқ, өздеріңіз де көретін шығарсыздар. Ауылдарда көп ауылда ағаш жоқ, ағаш отырғызбайды. Өйткені адамдар жеке өзінің үйінің қасына ағаш отырғызып, оны
қарамайды, бірақ біз аламыз да одан кейін мемлекет отырғызсын, мемлекет жасасын, ақша қайда кетіп жатыр деген сияқты өкінішке орай ары қарай кетеміз. Яғни қазақтың сөзі бар ғой, бабалар отырғызған ағашқа балалар саялайды дегендей. Біз сондай принципті, ол жай мысал ретінде алуға болады. Бұның барлығы неге айтады? Яғни ол адам өзіне пайдалы іс жасау деген мақсатты алдыларына қою керек, және соған жұмыс жасау керек деген ойдан, егер де солай жасайтын болса, бізде көп нәрсе басқаша өзгереді. Келесі бізде енді білімді адамның негізі біздің құндылығымыз ол білім болу керек. Яғни біз білімге талпыну керекпіз. Сонда біз қоғамға зор пайдасын тигізетін адам ретінде боламыз. Ол үшін ол міндетті түрде жаңағы білім саласының адамы немесе мемлекет қызметкері болмас, кез келген салада адам өзін білімге ұстау керек. Яғни сонда егер де саған берілген тапсырма, басқаша жұмысты барлығынан жақсы істейтін болсаң, үнемі ізденісте болсаң, қарайтын болсаң сол жақты, ондай адам ертең жаңағы мансапты өсу болмайды, ақшасы аз болады, дүниеде мал таппайды дегенге сенімсіздеу. Өйткені адам ізденген сайын ішкі дүниесі жаңағы толған сайын адам ары қарай оның басқа жақтары да өзінен өзі өсе беретіндігіне ол сенімдімін. Сол арқылы қаншама жетістікке жетуге болады. Біріншіден өмірінің мәні болады, екіншіден қосымша ол жаңағы материалдық құндылық ары қарай жалғаса береді. Ал енді басқа адамдар мысалы алатын болсақ, мемлекет қызметшілері жаңағы тапсырған жұмысты әрең салынып бітіріп, әйтеуір кешке бітіріп, үйге келіп, шаршап, теледидардың алдында, әр бөлмеде тұрған бір теледидардың алдында жататын болса, онда бізден ертең қандай пайда дегендей. Мен енді қазір мысалы өзімнің жұмысым бойынша да әңгімелесу өткізген кезде де көп адамдардан сұраймын. Соңғы рет оқыған кітабыңыз қандай, қандай газет оқып жүрсіз, қандай мақала сізге қызық болды сол газеттен деген сияқты. Өкінішке орай көп адамдардың, енді оны айтпай, кейбір адамдардан кәдімгідей қуанып қаласың. Мынаны оқыдым, мынандай кітап қазір шыққан екен, мынандай не деген сияқты. Яғни үнемі ізденісте болу керек деген ойдамыз. Енді екінші жаңағы ахиретке келетін болса, ол ахирет деген өздеріңіз білесіздер, ол жаңағы адам енді өмірде біз бәріміз білеміз, адам өмірден өткеннен артында тек қана ол туралы, оның бай мүлкі, жаңағы әкенің мүлкі балаға мүлік болмайды дегендей, оның артында тек қана жақсы істер, жақсы сөздер және жасаған істері ғана болады. Ол егер де біз жаңағы білімді болып қоғамға қарай жұмыс істейтін болсақ, жаңағы сол адам жақсы еді, мынандай жұмыстар істеп кетіп еді, осындай жақсылығы болып еді дегендей көп жаңағы сөздері болуы мүмкін. Яғни ол өзіне жақсылық жасаудан басталу керек, өзінің жақын туыстарына жақсылық жасаудан болу керек, баласына, отбасына дегендей, және өзінің жаңағы жеріне, отанына жақсылық жасау. Ал өкінішке орай біздегі жаңағы қазіргі ұстанымымыз, бізге бәрі қарыз, мемлекет бізге қарыз, мектепте мұғалімдер менің баламды оқыту керек, менің балам неге тәрбиесіз, неге сендер оған қарамайсыңдар, менің балама неге жаттатпайсыңдар, неге оқытпайсыңдар деген сияқты. Өкінішке орай біздің қазіргі көбіміздің енді ұстанатын ұстанымымыз бірінші кезекте айыпты, кінәні басқа жақтан қараймыз, басқа адамнан сұраймыз. Өзімізден өзіміз жаңағы есеп беріп, өзімізден өзіміз сұрау деген бізде өкінішке орай жоқ. Яғни енді қорытындылай келген кезде Абайдың осы 15-ші қара сөзінің негізгі мәні осы жаңағы екі нәрсе деп ойлаймыз. Бірінші, өзімен өзі есеп алып үйрену, және үнемі біздің ойымызда тұру керек. Біз білімде, ахиретте, дүниеде қандай пайдалы іс жасадық, және осының ар жағында бізге бір пайда бар ма, жоқ па, әлде біз өмірімізді бос өткізіп алдық па, осындай Абайдың айтқан қағидаларымен жүрдік па, жүрмедік па деген ой қорытынды. Бір жарты сағат деп ойлағанбыз.
шамамен 35 минуттай болды. Сол барлықтарыңызға тыңдағандарыңызға рахмет. Енді бір кішкентай болсын пайдасы болды деп ойлаймын. Рахмет. Кем-кетіктері болса кешіріңіздер. Заманмен салыстырып, солай әдемі жақсы еттік. Рахмет. Кішкентай кезден тәрбиелеу керек. Ау, Бала кезден тәрбиелеу керек болады. бала кезден? Бізде бір қуантарлығы, міне білім саласының адамдары келіп отыр, Данагүл Жаппасбайына келіп отыр, Рудный қаласынан келіп отыр, барлықтары енді сол білім саласының адамдары да, мәдениет саласының адамдары да келіп отырғанда, қалай келіп отыр, осы киноға келді ма, былай келді ма? Қуаныштымын, өзіміздің әріптестер көргенімізге. Аппараттан да келіп отыр, Айша Мейрамқызы. Рахмет. Жалпы енді осыны жалғастырсақ деген ойымыз бар. Келесі аптада барлықтарыңызды Қырмызы Сапарқызының осы Абайдың осы өзі таңдап қандай сөзді дайындап келетінін білеміз. Егер де сіздер ертең бұл жақта болмайтын болсаңыздар, онлайн мүмкіндіктеріңіз болады. Қатысып, тыңдап, ол кісінің ой қорытындысын қарап көруге болады деп ойлаймын. Одан кейін енді осы ары қарай челлендж кімге қарай жібереді, оны ол кісі өзі біледі. Барлықтарыңызға назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Жақсы. Рахмет.